Менің есімім Марал. Бүгін мен сіздерге өзгерісті қалап жүрген, сондай осы 2026 жылға айқын мақсаттарын қойып, өзінің өміріне өзгерістер енгізгісі келіп жүрген жандарға арнаймын. Давайте өзгерісті сырт киімнен бастайық. Ол үшін бізге осы трендтер көмектеседі. Бұл трендтерді мен инстаграмнан, әртүрлі сайттардан қарап, қандай нәрселер қазір трендте болып жатыр, 2026 жылдың көктемгі трендтерін сіздерге нақты қысқаша жасап қойдым. Давай бастаймыз. Ең бірінші, біз қандай түс қазір цветтер қандай трендте, осыны анықтап алайық. Бұл бізде ең бірінші Pantone жариялаған 2026 жылдың негізгі түсі, бұл Cloud Dancer, яғни облачной танцор дейді. Бұлттың түсі тәріздес түс қазір 2026 жылғы трендте болған түс. Бұл сондай спокойный, тишина, гармония, балансты білдіреді, творчествоны білдіреді. Және осы түс бұл жылға адамдарға сондай бір спокойный, сондай бір гармония мен баланс әкелсін деп тілеймін. 2024 пен 2025 жылдары бізде сондай выделяция ететін, көзге анық көрінетін красный цветтер, бордовый цветтер, желтый, сливочный, желтый цветтер трендте болатын болса, осы жылы чистота, сондай білдіретін, освежение беретін голубой және синий цветтер, яғни көгілдір түстер қазір басты трендке еніп келе жатыр. Бұл как раз осы ыстық мезгілдерге, жыл маусымдарға таптырмас түс деп ойлаймын. Сонымен қатар, бұл осы сырт киімдерге келетін болса, трендте бұл тренчтер және пальтолар. Бізде классикалық үлгі ешқашан төнен кетпейтінін білеміз. Қазіргі кезде тренчтердің әртүрлі формалары шығып жатыр. Ол макси длиннада немесе укороченный тренчтер қазір сәнге еніп келе жатыр. Сонымен қатар, осы сырт киімдердің арасынан кожаный курткалар, осылардың оверсайз стилінде және де мынандай горласы жабық, мойнын жауып тұратын курткалар, кожаный курткалар қазір трендте болып жатыр. Оның әртүрлі түсі болуы мүмкін, қара, бордовый, мятный деген сияқты. Сонымен қатар, пиджак, укороченный, осы пальтолардың пальто сияқты, қалай деп айтсам, классикалық пальто, оның тек укороченный вариант, яғни плотный материалдан дайындалған пиджактар қазіргі кезде трендте, және оның материалы плотный болғаны дұрыс, себебі әрі жылы, әрі стильді көрінесіз. Келесі сырт киімдер осымен аяқталды. Келесі бізде киімдерді айтайық. Қандай киімдер? Киімдердің арасынан кожаный киімдер қазір трендке еніп келе жатыр. Ол кожаный шалбар, кожаный костюм, кожаный тренч, кожаный юбка, кожаный көйлек, білмеймін, барлық кожадан жасалған. Сонымен қатар кожаный аксессуарлар да трендке еніп жатыр. Ол мүмкін болуы мүмкін кожаный сумкалар, әртүрлі кожаный перчаткалар деймін, кожаный платки, орамалдар, барлығы қазір трендте. Келесі киімдердің арасынан бұл заниженная талия, яғни 80-ші жылдардағыдай модада болған, трендте болған киім қазірде трендке еніп келе жатыр. Шалбарлардың белдіктері жаңағы мықынға келіп тұратын төмен болуы сәнді, бірақ айта кететін бір жайт, егер де сіздің бойыңыз кішкентай болатын болса, ол одан сайын сіздің бойыңызды кішірейтіп көрсетуі мүмкін. Сол себепті бойы кішкентай қыздарға бұл трендті ұсынбаймын. Келесі нәрсе, бұл Аладдин шалбарлар деп өзім ат қойып алдым, себебі шынымен де Аладдиннің шалбарлары сияқты брюки, баллоны дейді, яғни баллон тәріздес шалбарлар қазір трендте. Бұл сондай ыңғайлы, базовый образ деп ойлаймын. Оны әртүрлі пиджактармен кие аласыз, лонгсливтармен кие аласыз, сондай ыңғайлы, баламен жүрген кезде. Сонымен қатар жаңағы плотный тұратын классикалық үлгідегі киімдермен кисеңізде, ол сіздің киіміңізге сән беріп тұрады. Міндетті түрде аксессуарларды қосып қойсаңыз, ол образыңыз сәнді болады деп ойлаймын. Келесі трендте болып жатқан бұл бізде индивидуализм деп атайды. Ой, зор айттым ба.
индивидуализм, яғни әр адам бұл индивид, әр адам өзінің жеке бұл жеке творчество, яғни ол адам өзінің қалаған нәрсесін кәдімгі рамкадан шығып бізде мысалы осындай мен осындай кию керек болды деген сияқты емес, өзі не қалайды, ішкі жан дүниесін көрсететін сондай образдар қазір трендте болып жатыр. Сонымен қатар әртүрлі этнический, яғни әртүрлі халықтың этникалық образдарын көрсетуде қазір трендте. Яғни мысалы оның ішінде японский застежкалар бар ғой, солар кимоно тәріздес қазір трендте болып жатыр. Сонымен қатар мен осы қосқым келетіні мысалы қазақилық, қазақы әртүрлі әшекейлерді не болмаса шапандарды образға қосу, кәдімгі джинсымен мысалы кисеңіз, қазақы оюлар бар киімдерді тоже әдемі көрінеді. Әртүрлі аксессуарларды қоссаңыз сіздің образыңызға мән беріп тұрады. Және бұлай киінуге мүлдем қорықпаңыз. Главный бір-бірімен жарасып тұрса болғаны. Келесі бұл бізде давай сумкаларды айтайық. Қандай сумкалар? Винтажный сумкалар, сонымен қатар әртүрлі үлкен большой сумкалар, ішіне бәрі сыйып кете беретін сондай сумкалар қазір трендте болып жатыр. Сонымен қатар ұстайтын ручкасы ұзын болып тұратын, сумканы қалай атайтын, сол сумкаларда қазір трендте суретін шығарып қоямын. Осы сумкаларды түрлі образдарыңызбен киіп кете берсеңіз тұр әдемі боласыз. Келесі нәрсе бұл аяқ киімдер. Аяқ киімдер әрине лоферы, оны классикалық әртүрлі шалбарлармен кисеңіз әдемі көрінеді. Сонымен қатар мюллер, әртүрлі босоножкилар, сонымен қатар кәдімгі бәріміз жақсы көретін кроссовкилар. Kitten heels деп атайды, мысалы мынандай штукасы бар аяқ киімдер, және де кроссовкилармен осы аяқ киімдердің осы трендте болып жатқан нәрсе екі түрлі түсте болуы. Мысалы, сіз Шанельдің аяқ киім білесіз ғой, папочкалары қара түсте болады, ал мынандай басқа жағы ақ түсте болады, яғни екі цвет араласып тұр. Сол сияқты қазіргі кезде кроссовкиларында мысалы баулары басқа цвет, ал кроссовкидің өзі басқа цвет деген сияқты сондай цветтер, сочетание цветов қазір трендте. Сондықтан осы нәрсені де ескеріп қойғаныңыз пайдалы деп ойлаймын. Келесі нәрсе бұл бізде аксессуарлар. Аксессуарлардың ішінде шарфтар былтырғы кезде қатты трендте болды. Қазіргі кезде де ол трендте. Шарфтарды басыңызға тақсаңыз да, сумкаңызға байлап қойсаңыз да, беліңізге тағып қойсаңыз да, мойныңызға тағып қойсаңыз да, бұл трендте. Келесі нәрсе бұл әртүрлі брошкалар. Сондай мен мысалы өзім қазақ тәріздес брошка алдым, сондай әдемі эстетично көрінеді, және однотонный образыңызға бір мән беріп, сән беріп тұратын әдемі брош. Оны шалбарға да қадауыңызға болады. Оны мынандай кеуде жағыңызға да қадауыңызға болады. Оны жемпірлеріңізді жиырып складка жасап қадауыңызға да болады. Сонымен қатар осы трендте болып жатқан аксессуар болып табылатын әртүрлі брутализм деп атайды, сондай необычный білезіктер, үлкен болып тұратын, тас сияқты болып тұратын білезіктер. Сонымен қатар жүзіктер серебряный, сондай мятный сияқты, пішіні дұрыс емес сияқты жүзіктер, сондайлар қазір трендте болып жатыр. Осымен менің 2026 жылғы көктемгі трендтерім аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ұнады ма және қандай трендті сіз енгізіп көрмекшісіз, немесе сізге ұнады, сол туралы комментарийға бөлісе кетіңіз. Келесі видеода жүздескенше пока-пока.